Сіздерге өте қарапайым қаттаманың рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлме температурадағы суымызға тұзымызды саламыз, үстінен ерітілген сары майымызды құйып, екеуін бір араластырып алып, үстінен електен өткізген ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз кішкене қолға жабысқақ, бірақ жұмыс жасауға өте ыңғайлы болып шығады. Бізде бұл жерде ең бастысы қамырымыздың иі қануы керек. Яғни қамырды дәл осылай қолмен илеп болғаннан кейін ыдысынан бөлек түсіріп, кішкене мөлшерде ғана ұн себе отыра 5-10 минут көлемінде осылай зуала етіп илеп аласыздар. Содан кейін ғана қамырымызды тағы да 10 минутқа демалуға жібереміз. Дәл осылай ыдысына салып, бетін жауып шетке алып қоясыздар. Демалған қамырды алып, екі жағына жұқа етіп ұн сеуіп, ең алдымен қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Ол бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмау үшін, одан кейін оқтаумен етке қамыр жайғанда етіп жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Жайылған қамырдың үстіне осылай ерітілген сары майымызды қасықпен немесе арнайы щеткалардың көмегімен жағып шықсаңыздар болады. Май жағып болғаннан кейін қамырымызды дәл осындай видеодағыдай бөліктерге бөліп аласыздар. Ол бізге қазір қаттама жинау үшін осылай жасаған ыңғайлы. Одан кейін бөлінген бөліктерімізді осылай рулет тәрізді етіп орап алатын боламыз. Бірінші бөлігін осылай орадым және оны екіншісінің үстіне қойып, тағы да солай орап аламын. Сонда бізде бір қаттама шығады, яғни екі бөліктен бір қаттама шығатын болады. Оны осылай біреуін жинап алдым. Енді келесі қаттамаларымызды дәл солай жинап алатын боламыз. Менің рецептіме жасасаңыздар, жобамен 4 қаттама шығады. Орташа көлемде осылай дайындап алған қаттамаларымыздың екі жағына ұн сеуіп, тағы да оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қатты жұқа болмасын, қатты қалың болмасын, орташа қалыңдықта болғаны дұрыс. Дәл осындай қылып жайып алдым. Келесі кезекте сковородкамызға осындай аз ғана мөлшерде майымызды құйып, барлық жағына біркелкі етіп тигізіп аламыз. Одан кейін майымыз кішкене қызғаннан кейін қаттамаларымызды салып, екі жағына аударып пісіріп алып отыратын боламыз. Бірақ ескертетін жағдай, біздің қаттамаларымыз орташа отта піскені дұрыс, сонда арасының барлығы толықтай пісіп шығады. Одан кейін осылай сковородканы айналдыра отыра пісіруді ұмытпаңыздар. Біздің бірінші қаттамаларымыз дәл осындай болып пісіп шықты, күйген жоқ. Екінші қаттамаларымыз да дәл солай кішкене май құя отыра пісіріп аласын боласыздар барлығын. Сонымен біздің қаттамаларымыз дайын. Менің рецептімен жасап көріңіздер, өте қарапайым рецепттердің бірі. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.